Құрметті достар, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге өте дәмді 2-ақ ингредиенттен жасалатын ауызашарға десерт дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Десерт жасауға кірісеміз. Қойытылған сүтті ыдысымызға құйып, баяу отта 3-4 минуттай қайнатамыз. Үзбей араластыра отырып қайнатамыз. Және қойытылған сүттің дәмі жақсысынан, сапалысынан таңдаңыздар. Енді ыстықтай қойытылған сүтті ыдысымызға құйып, оған какао қосамыз. Какаоның да дәмі жақсысынан таңдаңыздар. Мен малайзийский какао қолдандым. Массаны жақсылап араластырамыз. Енді араластырып болғаннан соң пищевая пленкаға аздап какао ұнтағын сеуіп, какао ұнтағының үстіне жаңағы араластырған массамызды орналастырамыз. Енді пищевая пленкамен жақсылап жауып, видеодағыдай үстінен басамыз. Шеттерін осылай ашылып қалмайтындай бітеп тегістейміз. Осылай төртбұрышты формаға келтіріп қолымызбен басып шығамыз. Енді пищевая пленкаға осылай орап болғаннан соң мұздатқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Енді мұздатқыштан 1 сағаттан соң шығарғаннан кейін үстіне фисташка ұнын себеледім. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да аса қиын емес. Ең бастысы өте дәмді сгущенка мен какао ұнтағын таңдаңыздар. Мінекей десертіміз дайын. Ауызашарға жақындарыңызға дайындап беріңіздер. YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Менің каналымда 70-тен аса салаттардың, баклава, бәліш, самса, неше түрлі рецепттер бар. Кіріп көріңіздер. Ас болсын достар.